Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін біздің спикер Ринат Заитов. Ары қарай сіз. Енді сіз кіммен сұхбаттасқыңыз келеді, соған байланысты. Сізге қайсысы жақын? Маған дәл қазір және де әр қашанда. Ол ең бірінші менің жан дүнием жайлы әңгімелескісі келетін болса, онда ақын деп тапсырған дұрыс шығар, егер менің ойымда болса. Ал қазақ өнері жайында, егер жұмыс жайында әңгімелесетін болса, онда мен ресми өкіл ретінде жауап беруге міндеттімін. Жақсы. Екеуін де айтамыз. Мәселе былай. Мен Алматыға келдім арнайы сұхбат алуға, Астана қаласынан. Қазір сағат кешкі 9-ға таяды. Неге сұхбатты бүгін кешкіге қойдық? Енді себепкер сіз. Сіздің қолыңыз мүлдем босамайды ма? Мүлдем босамайды қазір. Себебі енді жұмысқа келгеніме 3 күн болды. Қазір барлық коллективпен танысу, әрбірімен жеке-жеке солай танысқым келеді мен барлығымен. Ол жерде де аз адам жұмыс істеп отырған жоқ. Сонан кейін қаншама құжаттар бар ол жерде танысатын. Сосын өзің құратын жоспарың бар жылдық. Күнделікті мәдениет бөлім басқармасымен конференциялар өтеді, зумдар, тапсырмалар беріледі, жоспарлар айтылады, бәрі. Соның барлығы енді күнделікті процесс жұмыс қой. Айналаның бәрімен танысып, біреуге бірдеңе тапсырып, оның арасында жаңағы әншілер келіп мұңын айтып кетеді, басқа адамдар келіп былай-былай жағдайын айтып кетеді. Соның барлығымен уақыт тауып әңгімелесіп болғанша өз кеш батады. Сонан кейін тағы бір алдартып жинағанша бір жарым сағат өтеді, сонан кейін қайтам жұмыстан. Мен айтайын, расымен бір шенеунікпен сөйлесіп отқандай сезім болып қалды негізі. Жұмыс кестесі сұмдық екен. Жақсы. Бұрынғы шығармашылық өмірге қарағанда ауырдау ма бұл? Жеңіл. Қалай? Енді бұрын ұйқыңыз қанатын еді. Ал оның арасында қаншама толғаныс бар, қаншама қорқыныш бар әрбір айтыстың алдында. Өйткені сенің алдың өзің секілді 16 адам келе жатыр, дәл өзің секілді, ойлашы. Бәрі бір-бірінен кем емес. Тапап жейін деп тұр. Өз айтысты сондай ғой, 16 ақын кезде 16-сы маған дайындалады, мен 16-сына дайындалу керек болады сондай. Сол реттен алып қарағанда енді жұмыс бұл жерде нақты белгілі, күнделікті не болатыны, жоспарыңды құрасың, таңертең тұрам, анда барам, мынаны істеймін, мына кісімен кездесем, мынандай ұсыныстар жасаймын деп ол жоспарланған нәрсе. Ал айтыста, ол әрбір айтыстағы қадамың тәуекел. Әрбір айтыстағы қадамың тәуекел. Ал мұнда енді жұмыс жоспарланған нәрсе, нені істеу керек екен, нені істемеу керек екен, нақты білесің. Нені істемеу керек? Қылмыс жасамау керек, жемқорлықпен айналыспау керек. Сосын есірмеу керек, бастық сезінбеу керек адам үшін. Есірмеу деген қалай түсінеміз? Енді мысалы да, көп жерде өзіңіз көрушісің, барған жерде бастық келсе болды, мәшинесінің есігінен бас салып ашып, ана бүкіл қызметкерлер атып тұрып, ана бастық талдыңдап кабинетіне кіргенше, соны бәрі көзімен шығарып сап, сосын тұрат қалдылдап, қайсымыз шақырып алып, қайсымызға не дейді екен, қайсымыз құрсады екен деп. Енді ол білмеймін, менің түсінігімде ақылға қонбайтын нәрсе де, зіркілдеп айналаның бәріне бастық болу екен деп. Сондықтан егер адам жұмысқа кірісетін болса, не нәрсеге жұмыс деп қарау керек. Қызметтік көлік бар ма? Қызметтік көлік бар, бірақ мен қолдамаймын оны. Әзірге? Жоқ, әзірге болғанда енді қажеттілігі жоқ қой. Таңертең жұмысқа барам, содан кейін бір жерге барып келу мүмкін, әкімшілікке, телеарнаға бір жерге. Болды. Одан кейін жұмыстан. Жақсы. Сізбен сұхбатқа келістік. Иә, жақсы. Бірнеше азаматтармен келісіп жатырмыз, сұхбаттасаңыз, келеді, сөйлеседі. Сұхбат болмас бұрын алдын ала бір азаматтар звондады сіздің атыңыздан. Видеоға түсіріп алсақ боламын, басқа қылсақ боламын, біз бірақ оларға өз тәртібімізді түсіндірдік. Жаңа сұхбат басталмай тұрыпты, бір азаматтар келді сіздің жаныңызға. Солар кімдер? Олар менің YouTube арнам жүргізуші Баймұрат Сайденов деген жігіт. Екіншісі менің өз жанымдағы туған бауырым секілді, сол көлігімді айдайды, бала-шағамды сабаққа апарып келеді. Сондай бір туысқаным ғой енді өзім жиенім Мұратжан Марғасқа деген бала. Болды, жасырады. Оққа қары жоқ па? Не аламын мен, кім атайын деп жүрмін. Ол уақытында атып кетті, өлтіріп кетті еді ғой. Біреулер несегі ғой. Білмеймін, кім атады мен? Атқысы келген адам оққа қарға қарамайды ғой. Жақсы, сол бір шумақпен орындайтын сәт келеді жақсы сұхбаттың ортасында. Былай қояйық. Ринат Заитов деп Google-ға теріп ақпарат қарайық дедік. Қандай да бір себеппен Ринат деген ат қана басылып, Google-дан теріліп кетті. Аяғасында enter басылып кетті. Сол кезде екі бірдей мағына шықты. Мен таңғалдым. Бұрын іздемеп едім бұлай. Біріншісі былай дейді. Ринат жаңа орыс есімі. Мағынасы революция, ғылым, еңбек дейді.
Ренат болса революция, народ, труд. Ал ринат болса грек тілінен аударғанда жұмбақ деген атақ. Латын тілінен аударғанда ринат дегеніміз возрожденный дейді ғой, қайта түзілген дегенді білдіреді екен. Ринат қайта түзіліп келді ме, енді бітті шенеуніктік өмір? Жоқ. Ринат қайта түзілетінде не өзгеріске ұшырады айтшы? Шенеунік? Бұл шенеунік. Бастық. Бастық деген енді ұжымды басқару деген мысалы ол ұжыммен тіл табысу ең бірінші. Сосын жауапкершілікті мойныңа алу. Келісесің ғой мен? Бүкіл жауапкершілік сол адам мойнында. Енді өзгеріс деген мен әу бастан не нәрсеге жауапкершілік алудан қашқан жоқпын. Қандайда да өзім айтқан сөзім үшін де, істеген ісім үшін де дәл сондай тағы да бір жауапкершілік мойныма жүктелді, бірақ ресми. Соған барып отырмын. Болды, ол не өзгеріс? Жақсы. Асхат Ізтілеуұлы. Иә. Айтыскер ақын өзі былай тілі өткір жігіт қой. Соның мынандай бір өлең жолы бар. Бастықтың болмасаңыз сұлу жағы, хатшысы көңілдесі сұлу жары, немесе сай келмесе ұру жағы, штатқа қиын екен кіру жағы дейді. Жаңа қызметке келуіңізге сіздің қай параметрлеріңіз сәйкес келді деп ойлайсыз? Танымалдылығым шығар. Сөзім өтетініңізге. Себебі жасыратын жоқ мен. Осы біраз уақыт бұрын қалалық мәдениет бөлімі басшысы ауыспай тұрып, оның алдында да мысалы әкімшілік шақырды, кездесейікші, сөйлесейікші. Жақсы деп кірдім. Нендей жағдай, осылай. Сенің мақсатың не деді? Мен айттым, ешқандай мақсатым жоқ менің. Менің бар мақсатым қазаққа қызмет қылу болды, халыққа адал қызмет қылу. Міне қазіргі қызмет істеп жатқан адамдардың қылмысы көп. Менің соған көңілім толмайды. Егер сіздер айтсаңыздар, Ринат, сен қателесіп жүрсің, сенің айтқан ойың дұрыс емес, сен мына жерге бар да, мына есікті ашып жауып тұр, сол кезде халыққа пайдаң тиеді десеңіздер, ал айтыңыздар дедім. Бірақ мен ешқандай қылмыскер емеспін дедім. Сонан кейін уақыт өте келе жаңағы күндердің күнінде мәдениет бөлімі басшысы ауысты. Сол мәдениет бөлімі басшысы ауыспай тұрып, ол осында әкімшілікте қызметте жүргенде біз танысқанбыз басында. Содан кейін ол жігіт мәдениет бөліміне келгеннен кейін мен бардым да айттым. Ғанеке, мен қай керектеріңе жарай? Кім дедіңіз? Ғани Майлыбаев деп жаңа шулар жоқ бәрі. Осы мәдениет бөлімі басшысы. Айттым, қай қызметтеріңізге жарай? Сонда теке өзің біл, не істейсің? Міне осындай вакансия бар. Құжаттарың сен жұмыс істеп бердің бұрын үкіметке. Құжаттарың келе ма? Білмеймін, әкелейін, көрсетейін, келсе айтыңдар. Келіп көрсеттім. Жақсы, көркемдік жетекшілік қызметіңіз бар, осындай бар, мынандай бар деді. Онда конкурсқа тапсырыңыз. Конкурсқа тапсырдым, артынан жауабы келді. Болды, міне бар болған осы. Ешқандай анау бір кеште телефон сүрмейтін жерде, вип-залдардың ішінде келіссөздер болған жоқ па? Компромиске бару деген дүние. Сен мынаны жасамасаң, біз саған мынандай дүние жасаймыз деген. Көптің сұрағы болып жатыр. Өйткені күтпеген жағдай болды. Осындай бартерлық не болған жоқ. Өйткені ол адамдарда ондай нәрсені айтпайды. Біледі ғой, ақымақ емес. Олар да біліп отыр, мен өзім түсініп отырған көп нәрсені, мен де біліп отырмын, олар оны түсініп отырған. Енді көптің көкейінде мына сұрақ тұр ғой, анау митинг болды ғой, енді білесіз, 19. Сол көтеріліс болғаннан кейінгі Ринаттың көтеріліп кетуінің астында қандай сыр бар деген дүние ғой. Енді оның екеуінің арасында қандай сыр болуы мүмкін? Мен енді оқиғаның бәрін қалай болғанын айтып отырмын ғой. Осылай бар. Мүмкін. Сол жерге мен тағайындап отырған адамдарға сол әсер еткен шығар. Оны да мен жоққа шығармаймын. Мүмкін. Партия жайына қала ма, ашамыз деген болды ма? Жоқ, ешқашан жайына қалмайды. Осы сұрақтың болатынын білдім де, мен қазір оңай жауап бере саламын. Партия екеуміз осы өткен айда ғана сұхбаттасқанда мен айттым, партия құратын мүмкіншілігін келген кезде мен дайынмын дедім оған. Ал қазір дедім, менде мүмкіншілік жоқ дедім. Енді 1,5 айдың ішінде мүмкіншілік пайда болып кетпейді, дұрыс па? Ал бірақ сол екі аралықта партия құрған десем, мысалы, екі аралықта адам бос жүрмейді ғой, еңбек ету керек, бірдеңе істеуің керек қой сен. Сапылдап жүре бермей, базардың әйелі ұқсап отырып алып айғайлай бермей, мынау, бірдеңе істеуің керек. Сол екі аралықта міне қызмет істеп отыр. Бәлкім партия құру деген не? Біздің қоғам демократиялық қоғам болу керек. Мен оны әлі де айта беремін. Толыққан демократиялық қоғам болу. Бәлкім ертең бізде саяси өзгерістер бүйтіп келе бір емес бәленбай партия парламентке барады, мысалы. Соның ішінде неге біреуіне кірмеске? Егер жақсы бағдарлама ұсынып жатса.
Бұл жердегі адамдар мынандай да адамдардың ойы. Бұл Ринат өзгеріп кетті, мен де оқып жатырмын. Ой, анда кіріп кетті, мында кіріп кетті, жақсы айтсын. Ешкімге қазір ешқандай дауым жоқ. Сондықтан мен біреудің алдында былай болды, біреудің алдында былай болды деуден аулақ. Жақсы. Сіздің құрам деп жүрген партияңыз бар ғой. Биліктің қателігін сынай ма? Әлбетте. Партия не үшін құралады? Ол халықтың сөзін сөйлеп, парламентке бару үшін, сол жерде саяси реформаларға өзгерістер енгізу үшін жасалады. Бізде енді 6 партия бар ғой енді. Ал мен алтауына да айттым. Егер мені құрамдарына шақырғандар болды, егер мені партия құрамынан көргілеріңіз келсе, онда депутат қыласыздар деді. Мен барам дедім сайынға. Өйткені мен парламентке баруым керек, елдің сөзін сөйлеуім керек. Сен бір партияға кіргеннен кейін, оның сен сол партияның беделіне жұмыс істейсің ғой. Оны тиісті өтеу, біреулер ақша сұрайды мысалы. Ақша сұрайтындар бар ғой. Партияға барып жұмыс істейік, саған жұмыс істеп берейік деп ақша сұрайтын адамдар бар. Ол қайда баяғыдан бар. Ал менің ақша алғым келген жоқ, менің жалғыз үмітім болды, ойладым, егер мүмкіндік болса, жасырмай парламентке барып, жоғарғы мінберден айтқым келді. Жақсы. Қай партиялар ұсыныс жасады? ЖСДП бірінші. Олар өздері шығып кетті кейін. Иә. Сосын Адал партиясынан ұсыныс болды. Оған жаңағы сол жауабымды айттым. Мен міндетті түрде депутат болуым керек деді. Тізімге енуім керек деді. Алғашқы үштікке. Неге енгізбеді деп ойлайсыз? Сіз өйткені кез келген саяси жүйеге қарсы пікір айтам деген партиялардың қорында керемет карт бланш болатын едіңіз ғой. Өйткені олардың ондай ойы болған жоқ шығар деймін. Олар мен ертең өздерінің дегеніне көндіре алмаймыз деп ойлаған шығар. Тізгінді ұстай алмаймыз, ертең тағы бірдеңе бытқытады. Алматы қаласы әкімдігі сізді тізгінімізді ұстай аламыз деп ойлады деп ойлайсыз ба? Мен қызық айтайын саған. Алматы қаласының әкімі емес. Бірақ осы Алматы қаласының әкімдігінде, осы әңгімелескенде, осы жұмысқа келесің, анау мынау деп әңгімелесіп отырған кезде нақты жауап берді. Мен сол кісіге риза болдым. Кім екенін айтпай-ақ қояйын. Ол өзі біледі. Реке деді, менің сенің саяси көзқарасыңда айтатын ойыңда шаруам жоқ деді. Менің мақсатым осы Алматы қаласының дамуына, мәдениетіне жұмыс істеу, өркендеуіне, мынау халықтың әлеуметтік жағдайынан дұрыс хабардар болу. Сондықтан, егер қаласаң, бірігіп жұмыс істеуге келісім бересің. Ол алғаш жаңағына Алатау шықпай тұрған кезде мен айтып отырмын, алдында әкімшілікке шақыртып алдым. Сол кезде айттым, егер мені артық қинамайтын болсаңыздар, қылмысқа итермелемейтін болсаңыздар, қит етсе төбемнен шұқи бермейтін болсаңыздар, мен кез келген жерде қазақ өнеріне қызмет етуге әзірмін деді. Басқа жерге мен просто жарамаймын деді. Жақсы. Сіз бала аулағанды жақсы көресіз бе? Болады анасында. Маған мынандай бір көрініс елестеп кетті, қараңызшы. Ринат Зайытов Паплавок. Теңізде жүрген асау балық. Анауны қармаққа көнбейді. Үнемі бір бүлік шығарады. Жақсы мағынада. Ел осының сөзін сөйлеп кетеді. Не құдіреті бар екен білмейміз осыны. Жарайды, жөрі шық тіпті анау Қосановпен алданып қалды, Ринат халықты сатып кетті десе де, қандай да бір қайтпен әйтеуір адамдар осы Ринатқа сенеді, одан кейін айтыстады. Жарайды, билік айтады. Үлкен бір қармақ беріңдер, басына бір жақсы тамақ тастаңдаршы дейді. Ол ойлаймын осы қызметте. Мен елестетіп отырмын жай ғана. Тастады, ол берілген уәделер, сіз оған келістіңіз, қазір қармақты қаптыңыз. Әзірге олар жай сізді тарта береді, сіз байқамайсыз. Сәті келгенде тарс етіп жағаға шығарады, қапшыққа салып жібереді, бітті сонымен. Онда бітеді. Ол кезде сіздің құныңыз қалмай қалады ғой халыққа. Ал егер мен басымды бәйгеге тікпейтін болсам, қайтып елге қызмет жасаймын, қайтып пайдамды тигіземін. Айтысшы. Елдің сөзін айтып жүре берсеңіз болды. Сөйлеп жүргеннен не пайда шықты айтшы? Сөйлеп жүргеннен. Мен 20 жыл сөйледім. Биыл мына қаңтарда мен Жүрсін Ерманның айтысына келгеніме 20 жыл болды. Енді сен айтшы, не пайдам тиді бұл қоғамға? Мен өнер құрандарының балалары құсап, ең болмаса бір мұқтаж адамға үй әпер алдым ба? Мен Сәке Майғазиев құсап, бір мектеп аша алдым ба балаларды оқытатын? Мен Кенжебек Жанабілов құсап, жүгіріп жүрмін ба мүгедек балаларды оқытатын мектеп ашам? Айтшы, нендей пайдам тиді менің айтқаннан басқа? Олар сияқты әрекет ете алмауыңыз сіздің кінәңіз ғой демек. Жоқ,
мәселе онда емес. Сен айтыста үнемі сондай ойлар айтып жүргеннен кейін әр жерде жолың жабылады. Көрдің ба? Өйткені адамдар сені бәлесінен аулақ дейді, ол жолатпайды. Осыдан бір 3 күн бұрын Айбек Қалиевпен сұхбаттастық, айтыстың ақтаңгерімен. Сол кісі айтты, неге Нұр Отанға бардыңыз, неге праймеризге қатыстыңыз деді қой. Сөйткенде айтып жүрміз, енді бір нәрсе өзгеріп кетті ма содан, ананың ішіне барып түзетейік деген ой болды деді. Демек айтыстың ақтаңгері анау өткір тілді азаматы, сіз секілді азаматтардың, Айбек секілді азаматтар. Мұхтар Ниязов бір қаланың мәдениет бөлімі басшысы, мен бүкіл демек сіздер айтыстан көңілдеріңіз қалды ғой? Жоқ, айтыстан көңіл. Бәрібір сөзіміз өтпейді бітті деп. Иә, ол айтыстан көңіл қалу емес қой. Ол өзімізден көңіліміз қалды. Өзіміздің істеген әрекетіміздің нәтижесіз екенін көрдік. Болды. Нәтижесі екенін көрдіңіздер, бірақ айтыста қала бересіздер. Айтыста қалу үшін, білмеймін, мен өтірік айта алмаймын. Мен өз басым айтысқа қатты жауапкершілікпен қарағанды жақсы көремін, 2005 жылдан бері қарай. Жақсы. Мен мына сұрақты қояйын, Айбек Қалиевқа да қойғам. Біздің қарапайым халық, көрермен бүйтіп ойлайды. Айтысқа шықты ма? Көркемдік неге көп назар аудармайды, мен оны байқаймын. Мынау даттау керек дейді, шығу керек те, мынау сою керек билікті дейді. Егер билікті сынағаннан, сойғаннан ешқандай нәтиже жоқ деп отырсаңыздар сіздер, онда заңды сауал туады. Мына көрермендерді комментарийде қалдырды өткен жолы. Айтыс керек пе дейді? Айтыс керек. Айтыс деген не? Айтыс деген елек. Қазақтың ұлттық өнері, ойдың елегі. Мысалы, айтыс неге керек емес? Керек айтыс. Егер айтысты министрлер тыңдайтын болса, әкімдер келіп отыратын болса, егер депутаттар сол айтыстың, ақындар айтқан сөзден нәтиже шығаратын болса, онда айтыс әбден қоғамға керек. Ал егер ондай нәтиже болмайтын болса, сіз жоқ дедіңіз ғой нәтиже. Нәтиже қазір жоқ. Айтып отырмын ғой, мен жүрген 20 жылда болған жоқ нәтиже. Бәлкім бізден кейінгі келетін жастар, ол кезде қоғам да өзгереді, ол кезде үкіметте де адамдар өзгереді, барлығы өзгереді, сол кезде мүмкін тыңдайтын біреулер келетін шығар. Әлде бұл біз секілді қарапайым көрермендердің айтыс билікті сынап, қателігін айту керек деген түсінігінің қателігі? Жоқ, қоғам сондай қазір. Түсінесің ба, Нартай? Мысалы, Мұхамеджан Тазабековтың 2001 жылға дейінгі айтыстарын қарасаң, саясат аса көрініс ішінде. Тек әдемі сөз, көркем сөз. Оразалы марқұм Досболсыновта да солай. Бекар Шойбековте де солай. Саясат ары кетсе 20 минутта бір 2 жұмақ айтылса айтылды, айтылмаса ол да қалады. Өйткені ондай қажеттілік болған жоқ ол заманда, ол уақытта. Адамдар өздері енді есін жинап, тәуелсіздік алдық, мынау бар, бәзде мынау бар деп жүрген кезде, олар көбіне басқа тақырыпқа қызықты болды. Қазір әлеуметтік жағдай төмендегеннен кейін халықтың, қазір жалпы экономикада мынандай дағдарыстар болғаннан кейін, ұлттық құндылықтар әлсірей бастағаннан кейін адамдар, қоғам кінәлі орган іздейді. Көрдің бе? Сол кінәлі орган әрине ол ең бірінші қызметте билікте отырған адамдар емес. Соларды жасқанбай сынаған адамның барлығы халыққа ұнай бастады. Қарапайым мысал айтайын. Қоғамдағы маңыздылық. Бұрын біздің Қазақстанда барлығы мәдениет министрінің атын білетін. Мұхтар Құл-Мұхаммед мәдениет министрі дейтінбіз бәріміз. Сосын мәдениет министрі кетіп, оның орнына кім болыпты? Экономика министрі, қойш кім болыпты? Осындай. Дұрыс болып. Ешкімге қызық емес болды. Президент баспасөз қызметінің басшысы кім деген. Мысалы. Ешқайсымыз, мен өзімді ойлайтын, мынау санитарлық эпидемиологиялық дәрігер, ол базарда барасың ғой, ет алуға, сол кезде сес деп тұрады ғой. Мен сол қызметті атқаратын адамдар шығар деп ойлайтын жас кезінде. Қазір қараңыз, қазір ешкім тіпті қорғаныс министрінің атын жаттамауы мүмкін. Білім министрінің атын жаттамауы мүмкін. Мәдениет министрін де елемеуі мүмкін. Бірақ екі адамның атын нақты біледі барлығы. Ол президент баспасөз қызметінің басшысы, сосын бас санитар врач дәрігер. Неге? Айтшы маған. Неге? Қазір талап сондай. Ковид. Сенің сұрағыңа жауабым менің сол. Өзіміздің қазір заман талабы ақындардың сондай бір дат айтқанын, жамандағанын әрине қалай. Қорықпаған. Мына нәрсе. Жақсы, халықтың атынан сөз сөйлегендерді халық қазір жақсы көреді, қатты жақсы көреді, сынағанды билікті. Осы бір халықтың кіршіксіз сенімін өзінің пайдасына пайдаланып жатқандар да бар ғой біздің қоғамда. Бар шығар. Халық қалай оның ара жігін ажыратып алу керек, електен өткізіп?
Жаңа айтыс електеп қалдыңыз. Оны білмеймін. Қалай білуіміз керек біздің атымыздан сөйлеп тұрған, не сөйлемей тұрған? Оны тек уақыт көрсетеді. Өйткені мен өзім де талай адамға сендім, талай адамнан көңілім қалды. Сондықтан оны мен өтірік айта алмаймын. Ажырату керек адамды, былай танисың деп айтпаймын. Менің көзім жеткен бір нәрсе уақыт көрсетеді бәрі. Жақсы. Бағана айттыңыз ғой, неше түрлі пікірлерді көріп жатырмын, Ринат әбден кетіп қалыпты, басқа жаққа дегендер айтып жатыр деп. Сіз өзіңіз, мына қызметіңіз Алатау жаңағы өнер орталығының директоры деген, бұл мемлекеттік қызмет пе? Жоқ, бұл мемлекеттік қазыналық кәсіпорын ғой. Мемлекеттік қарайды бәрібір. Иә, Алматы қаласына қарайды. Сіз анау бұрын айтыскер Ринат Зайытов сынаған билік жүйесінің бір бұрышына келіп тақалдыңыз ғой? Әлбетте келдім. Өзіңізге өзіңіз қарсы шықтыңыз ғой деймін. Жоқ, әлбетте келдім. Әлбетте келдім. Енді қара. Егер мен қазір бір айтыста не дедім, министр қойсаң да мінезімді сатпайын дедім. Қайталап айтамын, мен нартай келгеніме жақын болды. Сен құсап мен де түсінбеймін, неге мен бірдеңе істесем айналамның бәрі шулайтын. Бірақ енді мен саған сатылап айтып берейін. Неге бұл қызметке келгенімді, және бұл қызмет қандай қызмет екенін. Қазір жұрттың бәрі көрсетіп жатыр ғой. Бірінші мен түсіндірейін. Бұл қандай қызмет екенін. Бұл қазақ дәстүрлі өнерпаздарының театры бас қосатын жері. Мысалы, Сәуле Жанпейісова, Дүйсенбек Өмірәлиев, Нұржан Жанпейісов, Еркін Шүкіман, Аманқос Садық деген адамдар. Білесің ба? Мысалы, сен білесің, иә? Көпшілік біледі деп ойлайсың ба? Осылардың бесеуінің жанында бір Төреәлі, Қайрат Нұртас, Серік Ибрагимов, тағы кім, Нантиман, кез келген қойып. Солар танымал ма, мыналар танымал ма? Шыныңды айтшы. Қазіргі қоғамға мынау 25 жастан төменге Нантимандар танымал. Ал 25 жастан төменге. Менің жұмысқа барған жерім жаңағы мен атын айтып отырған адамдар жұмыс істейді. Одан қала берді қобызшылар бар, домбырашылар бар. Одан қала берді Жарымжан, мен ерекше жандар деп ат қойдым, себебі кемсіткім келмейді, олар менің ұжымым болғаннан кейін. Жарымжан көзі көрмейтін, өкінішке орай, құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын, жүре алмайтын өнерпаздар. Түсінесің бе, көзің елестетесің бе сондай? Міне менің қарамағымдағы адамдар. Енді мен саған бұның қаржылай жағын айтайын. Олай қара, сенсең дос, сенбесең дос. Әлі сұраған жоқпын менің айлығым қанша деп. Сіз еңбек келісімшартына қол қойғанда тұрады ол? Жоқ, сол еңбек келісімшартына қол қойып, оған барлығына заңды күшіне ену үшін менің жаңағы Әділет министрлігінен бір келетін нелерім бар, құжаттарым. Оған өткізіп қоямын, содан кейін оларды бір апта күтемін, бұйрық шыққаннан кейін. Соны күтіп отырмын қазір. Сондықтан мен қазір ешкім ешқандай ойбай құжат әкеліңдер, мен қырам жөйем деп отырған жоқпын ешкімді. Айлығыңызды білмейсіз? Айлығы мен шамамен 200 мың теңге, өтірік айтпаймын. Бюджет қанша? Шамамен өтірік айтпаймын, 200 мың теңге. Өнер орталығының бюджеті жалпы? 17-18 миллион теңге болу керек. Бір жылға? Иә, сондай болу керек. Енді қараңыз, бізде еден жуушылар, бірінші солармен сөйлестім де барып, солардың айлығын білемін нақты. Ең көбі 56 мың теңге. Ойлашы, 56 мың теңге. 56 мың теңгеге адам жұмыс істей ма, 11,5 мың шаршы метр. Қазақстанда жұмыс істейді. Көрдің ба, соны жуады. Менің жұмыс істеп отырған орталығым, міне осындай адамдар жұмыс. Ол жердегі ең жоғарғы айлық менікі болса, ары кетсе 200 мың шығар. Ол жердегі алып отырған әншің бар, әртісің бар, басқасы бар. 100 мың теңгеден аспайды ешқайсының айлығы. Ақындар бар, айтыскер ақындар. Оның сыртында Алматы қаласының әкімдігінің беріп отырған бірден бір тапсырмасында Ринат ұлттық өнер ақсап барады. Мына жақты кішкене барып қадағалайтын адам керек. Айғайлағанда сондайсың ғой, адалмын адал. Істеп көріпсің бе? Жақсы. Цитатасы күшті кеткен екен, айғайлағанда сондайсың ғой, істеп көріп алып деген. Сіз айттыңыз ғой, азаматтарды көрсетуім керек, танымал қылуым керек, мақсат осы дедіңіз ғой. Жоқ, бір мақсат. Ең болмаса бағалау керек олар. Жақсы. Бұл сөз автомат түрде мынадай сұрақ туғызады. Демек, Ринат Зайытовтың алдында болған директор өз қызметін дұрыс атқара алмай Ринатты алып келді деген. Жоқ. Мен алдындағы қызметте болған адам, ол өнердегі ағам, жақсы таныс адам. Ол кісі өзінің бағдарламасымен келді. Өзінің даму бағдарламасымен, өзінің жұмыс істеу бағдарламасымен. Демек, ол жұмыстан басқа жаққа жұмысқа кетсе, оның бірақ себебі болуы мүмкін. Дәлел ағам жұмыстан кетуінің.
ол басқа жұмысқа кетуі мүмкін. Мынадан жақсырақ жұмысқа. Бірақ сіз әкімдіктегі тапсырған азаматтар айтып едіңіз ғой, мына ұлттық өнерді көтеру керек, ақсап бара жатыр деп. Демек, алдыңғы басшының әрекетінің енді оған шығып 2-ақ жыл болған ба, сондай ақ болды. Жақсы. Сіз айттыңыз, 300-ге сөз айтып жүрген ақындарыңыз 200 адамды ұйыстыра алмаса, не болмақ деген сыңайда пост жаздыңыз. Неше адам бар қоластыңызда? 230 адам. 230 адам бар. Жақсы. Енді мынадай дүние бар. Сіз сол бір посттың астына мынадай пікір қалдырдыңыз. Міне сол тілегім алғашқы күні бүгін өтті. Құттықтау артық. Сәттілік тілесеңіздер, алғысым шексіз дедіңіз. Қызметті құттықтау бұл заңдылық қазақта. Жоқ, заңдылық емес. Мәселе қызметке келу. Біз қазақ сондай болып алғанбыз. Біз бір орындық отыра қалсақ мәнзап көреміз оны. Соны бір жетістік көреміз. Түсінесің бе? Тұтас қазақ емес бірақ. Сол қазір сіңіп кетті 95% сондаймыз қазір. Ойбай, бір жұмысқа, ойбай, жұмысқа бар. Оны мен қазір міне қызметке келіп, қорқыныш жоқ емес. Қазір шынның жүзінде тұрмын мен. Бір жерден бір ағат кеттім ба, оның ішінде қанша материалдық жауапкершілік бар, қанша моральдық әрбір әріптестің ертең біреуінің атынан менің атыма арыз түсетін болса, оның барлығы талқыланады. Және де ол мені ол жерден көргісі келмейтін, маған бұрыннан өкпелі адамдарға өте қолайлы. Сондықтан Нартай, бұл жерде мен таза, бұл әуелден бірінші өзіме сын деп жаздым ғой ана жерде. Неге? Тәуекелге баруым да себебі сол. Өзім сынап көрейінші. Осы жермен жүріп көрейінші. Осы өткелден өтіп көрейінші. Жақсы. Жаңа 56 мың теңгелік жалақы туралы айтып қалдыңыз. Халықтың жаңа әлеуметтік жағдай түскеннен кейін билікті сынағандарға халықтың көбірек көңілі бұрып тұратынын айттыңыз. Бұның бәріне кім кінәлі? Билік деген жауапты мен нақты білемін. Заман. Билік емес пе? Заман кінәлі ең бірінші. Билік ше? Билік те кінәлі. Кім? Мен ақындардан үнемі байқаймын. Билік кінәлі, министрлер қайда қарап отыр. Bir атын атаңызшы, кім? Парламент кінәлі, бірінші. Заңды қадағалау керек солар ғой. Сосын? Солар бірінші. Сосын емес, солар түзелсе, қалғаны түзеледі. Міне, егер парламент президенттен де басқасынан да нақтылы қадамдардың жауабын талап ете алатын болса, онда бәрі оңалатын еді. Ал біздегі 100 бәленбай депутат не істеді 5 жыл бойы? Осының алдында отырған. Не істеді, айтшы? Не істеді? Не істеді? Ең өзі жер туралы заңның түйінін шешейік деп айтты ма біреу? Тіл туралы заңның түйінін шешейік деп айтты ма? Пандемия кезінде бір дұрыс шешім қабылдаңыздар деп министрлерінен талап етті ма? Бірен сараны бар шығар ішіндегі сөйлеген. Оларға топырақ шашуын аулақ салмен парламент жаман деді. Оразгүл апам кішкене қалдым дейді, көріңіз. Ой, Ринат, сен арасында ішіндегі жақсы көретін депутаттарың болса бөліп айтып қойсайшы дейді. Бәрімізге текеді. Мен өзім Оразгүл апамды құрметтеймін, қадірлеймін. Жақсы көретіндер бар ма? Жаңа Оразгүл апамды айтып отырмын. Мысалы, кезіндегі Амангелді Айталы, Мұхтар Шаханов болды ол жерде, Тоқтар Әубәкіров болды. Жақсы. Көзқарасым әбден. Жақсы. 300-дің тағдырынан 3 қыздың тағдыры артық болып тұр сіздің сөзіңіз. Енді Ринат Зайытов ондай сөздер айтпайды ғой? Айтпайды. Әзірге. Неге? Бұл компромисс па? Қызметтік этика деген бар. Бұл автомат түрде келетін компромисс. Мен қызметке барам деп келісім беретін кезде, олар маған айтпайсың, үндемейсің деген жоқ. Мен бірақ өзім шектеу қоятынымды іштей білдім. Енді сен жынды емессің ғой, мысалы. Өзім сол саланың ішінде жүргенде, әлбетте мен анадайдан қашпаймын. Егер жалпылықтық мәселелер болады, мемлекеттік мәселелер болады, шынымен барлығы атсалысу керек, қоғам бол. Ол кезде ойды ашық білдіруге ешкім тоқтау салған жоқ бізде Қазақстанда. Бірақ бұрынғыдай жаңағы отырып алып күні кешке дейін ұра бере алмаймын, өкінішке орай. Өйткені оған уақытым да жоқ біріншіден. Екіншіден, ол менің түсінігімде ұятсыздау болады. Енді айтпайсыз, бұрын айтқандарды қайталап айта аласыз ба бірақ? Әбден. Домбыраны берейінші. Береді. Есіме түссе. Түседі есіңізде, қалай түспейді? Мен сенбеймін түспейді деген. Кеттік ал. Беу! Сол бір әйгілі шумақ тыңдайсыздар. Бұл қай жерде айтылып еді? Жезқазғанда қойды. Бәрекелді.
мақамына салмасаң есіңе түспейді. Қырандай шырқа білсем шалқып кеп бір, көңіліме қошеметтен нәрқұт кеп тұр ғой деймін примерно. Біздің елді бір үлкен семья десек, семьямыз балшық боп тұр, шалшық боп тұр. Папамыз парасатты дегенменен, оған да жетпейтіні тәртіп боп тұр. Күйеу баламыз шетелге қашқанменен, кигені жібекпенен барқыт боп тұр. Жоқ, одан кейін екен ғой. Папамыз парасат дегенменен. Сөз естісіз, сондықтан өзіңіз айтасыз. В общем, солай. Кет. Бірақ бізге 300-дің тағдырынан 3 қыздың болашағы артық боп тұр, айқай-ау. Қазір неше қыздың болашағы артық боп тұр? 300-ден. Қазір? Әлде 300-дің болашағы алдыға шықты ма бізде? Алдыға шығу керек, бізде билік ауысты. Шықты ма? Шығу керек. Шығу керек. Билік ауыстырып қалдыңыз. Ринат секілді өткір ақындардың қызметке келуіне биліктің ауысқаны себеп пе? Әбден. Өйткені ақындардан жалғыз мен келген жоқ қой. Демек, Нұрсұлтан Назарбаевтың режимі болған кезде Ринат Зайытов қызметке келмейтін еді десек болады ғой. Әбден. «300-дің тағдыры» туралы айттық. Бүгін бүкіл әлеуметтік желіні шулатып жатқан дүние бар. Балғын Имаш біздің жездеңіз бе? Ауылдасым ғой енді. Жездеңіз енді, біраз айтыстыңыздар, орысша айтыстыңыздар. Балғын Имаш бүгін былай деді ғой: менің әріптесіңіз болғасын, мен сізден сұрайын енді. Астананы Ақмолаға көшіріп бергенінің өзі, ол кісіге алтыннан ескерткіш қойса артық болмайтын еді. Сапармұрат Ниязовқа қойып қойды ғой, деді. Елбасы қарат айтқаны ғой, алтыннан ескерткіш қойсақ та артық болмаса дейді. Сіз бұл пікірді қалай қабылдайсыз? Жүзіңізден көріп тұрмын, бірінші естіп отқан сияқтысыз қазір, Бүгін шықты желіге. Онда мен Балғынбектің өз сөзімен жауап берейін. Бірдеңе Сапармұраттың ескерткіш қойғандығы айып еді, саф алтыннан құйылған сол ескерткіш Дінмұхаммед анама лайық еді деген. Менің жауабым осы. Екінші дүние желіге шыққан. Бұны сұрамасам болмайды, енді халық сұрашы деп айтады бәрібір. Димаш Құдайбергенмен екеуіңізді әлі күнге дейін енді байланыстыратындар бар. Білемін, оны жақсы түсінемін. Сіз енді оны Қытайдың саясатының жаңағы саясат сіңген деген секілді сыңайдағы, мен цитата келтіре алмаймын қазір, пікірлер айттыңыз. Енді кеше америкалық телеарнаға сұхбат бергенде айтты, цитатасы былай: музыканы жетілдіру үшін біраз уақыт Америкада болу жоспарлап отырмын. Ол үшін әлемдік шоу-бизнестің орталығында болу қажет. Менде осыған ұқсас тәжірибе бар. Мен музыканы жетілдіру үшін 3,5 жыл Қытайда болдым. Алайда мен үшін сүйікті орын, отбасым бар жер деп, енді Қазақстан сүйікті орын деп тұр, бірақ Америкаға барып музыкамды жетілдіремін дейді. Бұған не дейсіз? Бұл енді Американың саясатының жемісі өкеді деп қорықпайсыз? Жоқ, дәп сол болады. Енді. Неге енді? Қазақ екіге бөлінеді. Байқайсың ба? Қандай? Мені жақтайтындар және оны жақтайтындар. Шаршадым ондайдан. Босайын. Босайын. Арылдас. Сендер де қосыласыңдар, анау деп етті, видео айтты деп. Сонымен арыл. Енді сен көзің елестетші. Не болып жатыр қазір ішімізде? Анау видео айтты, мынау видео айтты. Сен де айтып отырсың, Балғынбек видео айтты, анау сен туралы видео айтты. Маған бар ғой. Сіздің шумағынан кейін Балғынбектің айтқан сөзі қойылу керек сұрақ заңда. Енді ол сенің шығарған заң. Мен саған айтайын. Мен шаршадым қазақтар ылдастырудан. Шаршадым. Қазір басым қосқым келеді қазақтар. Ынтымақ жасағым келеді. Билік пен бұқараның бір-біріне қырын қарауы, бұл да арылдасуға жатады. Арылдасу. Ринат Зайытов қайтып олар татуластырмақшы. Енді білмеймін, көрейін. Ана жаққа барып айтайын. Мынандай істейікші деп. Сосын мына жаққа шығып айтамын, ағайын, кішкене қараңдаршы, мына жерде мынандай істелініп жатыр. Кішкене енді өз-өзімізге келейікші. Мен бүкіл Қазақстанға бір сөз айтқым келеді, айғайлап ше. Ағайын, 365 күн бір-біріңмен ұрыспай тұра аласыңдар ма? Істей алмайды. Неге? Білмеймін. Ол сұрақты Абай да жауабын таба алмай кетті.
Сен білесің ба Қытайға біздің ата бабамыз не үшін көшкенін, Қазақстан кімнен қашқанын? Ағайынның қастығынан қашты. Арт репрессия ол. Енді репрессияны кім артынан жазған? Кім жазды? Кім ұстап берді бір-бірін? Қайдан шықты бұл ырылдасу? Үкімет ауысты. Компартия келді де, бұрынғы патша үкіметі жоқ деді. Содан қазақ екіге бөлінді. Міне, осы жерден басталды ырылдасу. Анау жартысы коммунист болды, жартысы жоқ, қазақ болып қаламыз, ел боламыз. Оның ішінде жаңағы Әлихан, Ахмет аталарымыз болды, талай-талай Алаш көсемдері, арыстары, тіпті қазақтың қарапайым байлары, өнерпаздарының өзі қатардағы жаңағы. Сол осы ұлттықты сақтап қалайық, мынау деген үлкен келе жатқан індет, мынадан құтылу керек деген кезде не істеді қазақ? Мыналар оттай береді. Соң кейін оларды атып тастағаннан кейін қалғаны жаңа ол секілді, Әлихан, Ахметтер секілді беделі жоқ, ортан қол бір ауылдың сауаты бар, ортан қол бір ауылда малы бар отырған адамдар ұрпақсыз қалмайық. Мына ағайын қатты кетті, ағайын бір-бірімізді қырып барамыз, қашайық деді бәрі. Мен солай түсінемін өзім. Бәлкім әр адам әртүрлі себеппен қашады ғой, ол да ертең айтады адам. Бәлем, жоқ, негізгі себеп сол. Өйткені барып тығылатын жер қалмады өз елінде, өз отанында. Ол кеңес кез компартияның келгенде. Қазір тәуелсіз Қазақстан. Неге өзгермейміз? Қазақ өзгерді ме? Тәуелсіз қазақ. Өзгерді ме, айтшы ма? Компартиядан бері өзгерген жоқ. Сол жағымпаздық, сол қорқақтық, әлі сол. Өзгертуге қанша уақыт керек? Білмеймін. Өзгертуге уақыт емес, өзгертуге адамдар керек. Өзгертуге тәуекел керек. Қандай адамдар? Депутат болып отыр ғой, мысалы. Қазір парламент. Сен қана депутаттарды айтпайсың. Енді сен қараш, бізде шешім заң қабылдайтын орган қайсысы? Қол қоятын президент соңында. Сол заңды қабылдатпауға парламент құзыретті ма? Олар талқылайды жылда. Талқылауға. Ең түбінде президент құзыретті. Жоқ, соны жіберетін парламент қой. Иә? Парламент қой. Біз міне осымен келісеміз, қол қоя беріңіз дейді. Қол қоятын президент. Ал, иә. Сіз де тайқып кетесіз президент келген кезде. Жоқ, мен мәселе президентке кейін тайқып кетіп отырған жоқпын. Мен айтып отырмын. Кім кінәлі деп отырсың сен? Нақты кім кінәлі деп отырсың? Мысалы, кешегі кім біздің Боранбай ағамыз, мысалы, Марғұлан Боранбайды қамап тастады деп жатыр. Мысалы, ұлтым деп сөйлеп жүрген адам еді. Енді осыған кім кінәлі деп ойлайсың? Сен айтасың, мен айтамын қазір. Президент кінәлі дейміз. Мысалы, бас прокуратура кінәлі дейміз. Жоқ, бұнда қазақтың немқұрайлылық, бейғамдығы кінәлі. Егер соны қолын қайырып әкеткен екі қазақтың милициясы мен бармайым десе, оның бастығы жоқ, мен мыналарды жұмсамайым. Бұл әділетсіздік деп айтатын болса, қоғам өзінен өзі түзеледі. Келісесің ғой? Келіспейсің ба? Жоқ, әлде әрқайсымыздың үйімізге үкімет адамдары кіріп шығып ұрып шығу керек па? Үкімет не үшін зорлық жасау керек? Кімге? Адамдарға. Қай мағынада айтып отырсың, өз зорлық жасау керек? Неге кіріп шығу керек әрине? Неге ол мысалы? Мен саған айтып отырмын. Сен айтып отырсың, мен айтып отырмын. Нақты осындай болғанына кім кінәлі? Менің түсінігімде ең бірінші кінәлі дедім. Ең бірінші парламент кінәлі. Осы бірінші кінәліні біз түзетіп алмайынша, басқа кінәліні түзете алмайсың. Жақсы. Парламентті айыптау өте оңай. Мен ойлаймын, сіз де сол жағынан біліп, үнемі сол парламентте айтасыз. Жоқ, мен саған Нартай парламент депутаты келіп жүгіріп келіп, айтпа, ешнәрсе деймін. Нартай, мен саған басында айттым. Қазір дедім, мен өзім үшін ондай нәрсе жасамаймын. Өйткені ол ұятсыздық болады. Жақсы. Сіз президенттің жаңа жылдық құттықтауын сөздіңіз. Деп айтатын шығар дедіңіз. Соның үшін мынандай сөздер бар. Мемлекет басшысы болғандықтан, ең әуелі барша халықтан осы уақытқа дейін болған жүйенің қателіктерінің, келеңсіздіктерін түбегейлі жоя алмағандығымыз үшін, сіздердің еріксіз алдағанымыз үшін еліміздің барлық атқарушы билік өкілдерінің атынан кешірім сұраймын деген сөзі бар. Президент Тоқаев бұған дейін билік жүйесінің қателіктерін жөндеу керек еді деген талап тұр бұл жерде. Не үшін жөндеу? Бір жылда жөндеп үлгермеді. Мен ол нақты айтайын. Бұл мәселе сайлауға қатысты болды. Біз жылда әділетті сайлау күтеміз, шыны керек. Өзім әр сайлау сайын әділеттілік күтемін. Осы жол болатын шығар, осы жол болатын шығар. Мен мына бақылаушылардан үлкен үміт күтіп отырмын. Осылар өскеннен бір күн біз көрмей кеткен заман бола ма екен, әйтеуір бір дұрыс сайлау болу керек бұл қазақтың даласында. Қазақтар тұрса. Соны неғұрлым ертерек жақындатқым келеді.
неғұрлым ертерек жақындатқым келеді. Түсіндің ба? Және де мен оны айтқаным үшін бір қастық қылдым, басқа істедім деп ойламаймын. Ол солай болу керек деп ойлаймын. Ертерек жақындатудың бір тәсілін сіз 2019-да көрсеткіңіз келді. Сәтсіз бе? Елдің алдына шықтыңыз, партия құрам дедіңіз, келесі жылды бақылауымыз керек дедіңіз. Бұл сәтсіз қадам болды. Содан кейін қайтып қалған жоқсыз ба? Және көпшілік мен де әділ сайлау талап етем деген азаматтар, ақыры Ринаттың өзін қамап тастады ғой, Ринаттың өзі шыққаннан кейін елге тараңдар деп, партия құрам деп еді, қазір бірақ партия құрмады, бізге не бар, біз тіпті күйіп кетерміз деп тартылып қалды деп ойламайсыз ба? Халық мені жақсы көреді, не үшін? Бағана өзің айттың, білмеймін біз не үшін жақсы көреді. Мен де білмеймін не үшін жақсы көретін, бірақ болжаймын. Оларға өтірік айтпайтындығымнан шығар. Болды. Егер маған Ринат сен осы жерде өтірік айттың, мынау ойымыз былай екен деші, айтшы. Деп халықтың алдына шыққан кезде мен ешқашан өтірік айтпаймын. Сол бар айтып отырмын. Партияның құрылуына қанша уақыт болды? Бір Құдай біледі. Мен саған айттым ғой, оған не керек? Ақша керек бірінші. Ақша жоқ. Жоқ. Сіз партия ашам деген кезде алдыңғы осы қадамдарды есептемеңіз бе? Жоқ, ақшаны есептеген жоқпын. Мен бүкіл саясатты толықтай білмегеніңіздің саясатты емес, кәдімгі құрылым. Адамдарды толық білмегенім. Түсіндің бе? Мен де сендім ғой, мен қасымнан жанашыр адамдар табылады, бәрі мені қолдайды. Ойбай деп, маған ештеңке керек емес болады. Қайда? Қазір қасымда кім қалды? Жүр екі бауырым ары бер, салпақтап. Басқа кім бар қасымда? Айтшы, міне сенімен пікір таласа алады, пікірі бір, идеясы бір, міне осымен сен неге бір қосылмайсың деші? Салып кеткендер көп болды ма? Жетеді. Өзім жанымдағы достарыма. Не үшін? Не? Түсіндіңіз бе соны? Түсіндім. Мен пәленбай жыл араласқан досым ертесі күн емес осы. Қанша біраз уақыт өтті де, жаңағы оқиғадан кейін. Соны мен Facebook көрмеймін ғой. Сол 20 адама Facebook'қа жазды. Мен білмеймін, мүмкін маған бір ренжіген шығар, өзімнен іштей. Ринат Зайытов пен Оңғар Қабденовке сенбеңдер, олар Қосановтан ақша алған. Ол менің кәдімгі туғанымдай жақсы көретін досым. Және оны не себеппен олай айтқанын мен әлі түсінбеймін. Жақсы. Елде праймериз өтті. Жүрсін Ерман бастап бірнеше ақын қатысты, бірақ өкінішке орай айтыс ақындарының ішінде мәжіліске сайланған бірде-бір ақын жоқ. Ал. Билік ақындарды пайдаланып кетті деген ой жоқ па сізде? Шаруам жоқ. Барған ақындар жауап берсін сол жерге. Әріптестеріңіз өз. Мен барсын жауап берсін, мен үшін кім жауап беріп отырған жоқ қой. Сен мен үшін жауап берген бір ақын көрдің ба? Ринат мықты ақын деп айтқан ба? Жоқ. Ринат былай болған шығар, былай шығар деп айтқан бір ақын көрдің ба? Әркім өз үшін жауап берсін. Демек ақындардың арасында алауыздық бар ма? 6-ға бөлінеді айтсын, мен саған өткен интервьюда айттым ғой. Мен не айтып отырмын? Қазақтың арасын бәрін ірітіп тастаған. Мен 2001 жылы айтысқа келгенде айтыс вообще бөлінбейтін. Қазір 6-ға бөлінеді кем дегенде. Қандай? Бірінші намаз оқитын, намаз оқымайтындар болып бөлінді. Сосын жаңағы намаз оқитындар мен оқымайтындар, намаз оқитындары Әбу Ханифа мен сәләфиттер болып бөлінді. Одан кейін Жүрсіннің ақындары мен Бекболат Тілеуханның ақындары болып бөлінді. Ал результат. Қазір биліктің ақындары мен халықтың ақындары деген тағы бар. Ал жетеу болып кетті ме сонда? Ал ырылдас ал. Мә, бөліп ал да билей бер. Таласыңдар бәрін. Көбінесе сұхбаттарда жалпылама айыптайсыз. Мен оны көп байқаймын. Жалпылама, анау жүзет депутат, анау билік басқа. Сондықтан нақтысын білгім келеді. Және кейбір сұрақтар келгенде сұрақпен сұраққа жауап бересіз. Ол да бар нәрсе. Мен сізге сол үшін айтып отырғаным. Қандай компромиске бардыңыз, басқа неге бардыңыз деген сол. Мен мысалы жаңа сіз айттыңыз, этикаға сай келмейді дедіңіз. Тікелей президентті сынау, қазір. Қызметтік этикаға ол дұрыс емес. Сынайтын сәт келсе, сіз қызметтен кетесіз бе? Әлбетте. Әлбетте. Мен жауысып отырмын бұны. Бұл өзара кездескен кезде осы талабыңыз айтылды ма? Иә. Айтылды. Не деді? Жарайды деді. Айттым ғой мен саған жаңа жауабым. Сенің саяси көзқарасыңда айтатын нәрсеңнің шаруам жоқ. Жұмыс істеші дұрыстап деді. Сіз және бір сұхбатыңызда айттыңыз ғой, бұған дейінгі интервьюімізді келтіргем. Мен айтысқа бүгін келіп жалмауыз болған жоқпын дедіңіз. Иә. Саясатқа келіп жалмауыз болып кетемін деп қорықпайсыз ба? Айтып отырмын ғой мен. Енді болатыны болады. Мен тәуекелге барып отырмын. Болды. Нартай, осыны түсініңдер. Болатыны болады. Мен егер
бейтарап маңайымда мынаншама қауіп қатер тұрмаса, бәлкім уәде беруіме болатын бе еді. О, былай болады, былай болады. Қазір мен өзім білмеймін. Қандай жағдайда қалатынымды, қалай болатынымды. Бірақ маған көпшіліктің пікірі маңызды болудан қалып барады. Ол қалай болғаны? Енді сен ойлашы. Көпшілік дегеніміз кімдер? Көпшілік дегеніміз... Қазір, бір секунд, бірден қазір комментарий кетуі мүмкін. Ринат деген халықтың пікірі елемейтін болыпты. Тұра тұр, халық пен көпшілікті салыстырма. Большинство деген, Нартай, ол қазір үкіметке наразы қауым. Түсіндің бе? Ол да халық қой. Тұра тұр, халық деген бәрі, жалпы халық. Мысалы, мен бір өлең шығарамын кезінде. Бір өлең демей ақ қояйын, ұйқасы бар ойларым. Өлең дегеннен де аулақпын мен. Ұйқасы бар ойларым көпшілікке ұсынамын. Сол кезде мені сатқын жексұрын деген адамдар бар ғой мысалы. Бар. Бар. Балам айналайын аман бол деген адамдар бар. Енді қара, халық, мен халық деп неге басарықпен жазамын әр жерге. Қазағым, ағайын, туысым. Менің түсінігімде ол ынтымақ бірлікте бір-бірімен жараса алатын қауым. Түсінесің ба? Халық деген сол. Мысалы, Мұқағали айтты ғой, халықпысыңдар деді, қазанаңдыған қатындар деді, сендер халық емессіңдер деді. Түсіндің бе? Қазіргі өзінің арасында түсіне салмай, өзінің ағайын туысымен түсіне салмай, одан қойып, мына жақтырылдатып отыратын билік өкілі болсын, шетелде отырған оппозиционер болсын, журналист болсын өздерің секілді, олар менің түсінігімде көпшілік. Өйткені олардың дәурені жүрді. Бүгін 11 ақпан. Алтынбек Сәрсенбаевтың қаза тапқан, атылған күні. Бұл сіз үшін қандай күн? 11 ақпан Алтынбек Сәрсенбаевтың атылған күні. Айдостарым, шәкірті мен үшін қаралы күн деген. Сіз не дейсіз оған? Қаралы күн бе жоқ па сіз үшін? Алаштың арысы ретінде бағаланады. Дәл өзіме ма? Өзімнің көңіліме? Иә, қаралы күн. Дәл өзімнің, мен үшін. Ол жүйенің құрбаны дегенге келсесіз ба? Білмеймін. Оны да кезінде сатқан деген шығар. Ол мен түгіл жай Алатау театрының директоры түгіл, ол министр болған адам ғой. Мен Алтынбек Сәрсенбаев деген адамды өте жақсы көремін. Мен үшін ол кісі өте білімді адам. Өте қаһармандық жасаған адам. Өзгеріс жасағысы келген адам. Бірақ саяси жүйенің құрбаны ма, жоқ, өзінің тәуекелінің құрбаны ма, оны бір Алла біледі. Мен оны таразыламаймын. Ол кісінің ағасы бар, туыстары бар. Солар берсін бағасын. Мен айтып отырмын ғой, қазір біреу туралы пікір айтсам, тағы қазақтар ырылдастырып қоямын, Нартай. Мен шаршадым, шын айтамын, Нартай. Ырылдасқан қазақтан шаршадым. Жақсы. Жақсы, былай. Бүгінгі күннің батыры кім? Бүгінгі күннің батыры тірісі ме, өлісі ме? Бәрібір. Кешірімшілдің барлығы батыр. Мен үшін ең үлкен батыр. Болды. Жақсы, рахмет, сәттілік. Сау болыңыздар.